Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың бірі ол психология мамандығы. Жалпы қазіргі заманда адамдар күйзеліске, тығырыққа көп тірелген кезде оларға көмектесер адамдардың бірден бірі ол психологтар. Психологтардың қазіргі таңда маңызы өте зор деп айтуға болады. Психология мамандығының және көп саласында да жұмыстар бар. Мысалы, мектеп, аурухана, саясат және тағы басқа секілді. Тіпті ғалымдар 21 ғасыр психология заманы болмақ деп те болжам жасап отыр. Біз неге психология мамандығын таңдауымыз керек? Біріншіден, ол қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Мысалы, адамдар көп күйзеліске түскендіктен соларға психологтар жақсы көмектесе біледі. Ал екіншісі, әртүрлі салаларда жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Мысалы, аурухана, мектеп, саясат және жеке кәсіп секілді бірнеше бағыттарда жұмыс жасап, өзіне қажетті қаражат табуға болады. Және содан кейін жеке кәсіп. Мысалы, адамдар өз-өздеріне тәуелсіз жұмыс жасай алады және өзіне қажет қаражатты жасап, тіпті онлайн платформаларда жұмыс жасай алады. Және қазіргі заманға сай мамандықтардың бірі деуге болады. Яғни қазір жасанды интеллект немесе жаңа технологиялар дамып жатыр. Міне осылармен жақсы жұмыс жасай білетін адамдар деп осы психологтарды айтуға болады. Психолог болу үшін адамға эмпатия, тыныштық және сабырлық керек болады. Яғни әр адамның тағдыры ол қайталанбас ерекше әлем. Және осы тағдырды түсіне білетін адамдардың бірі ол осы психологтар. 21 ғасыр психология заманы деп Эйнштейн бекер айтпаған. Ал қазір егеменді алған еліміздің басты мақсаттарының бірі ол осы ақылды және дарынды жастарымыздың көп болуы және психология мамандығына да көп көңіл бөлу керек. Себебі психология мамандығы әрбір саламен байланысты болғандықтан оның қазіргі таңда маңызы өте зор. Біз қазір мәңгілік ел болып сақталуымыз үшін осы психология мамандығына көп көңіл бөлуіміз керек. Тіпті осы психология жайында Шәкәрім Құдайбердіұлының өзі былай айтқан екен. Сіз бұл психологияны бос сөз деп ойламаңыз. Ол деген адамның терең жанын түсінетін бірден бір